Баршаңызға сәлем достар, Малика Шавкат қызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін карамельді пирог дайындаймыз. Олай болса, іске кірісейік. 300 грамм електен өткізілген ұнға 150 грамм сары майды салып, қолымызбен үгітіп аламыз. Қажетті ингредиенттер төменде описаниеде көрсетілген. Үгітіп болған соң 100 грамм қант ұнтағын 2 шай қасық қопсытқыш саламыз. Қаласаңыздар ванилин қосуға да болады. 35 грамм жақсы сапалы какао салып, тағы да араластырамыз. Сосын 40 мл қаймақ саламыз, және үлкен болса 2 жұмыртқа, кішкентай болса 3 жұмыртқа салып қамыр илейміз. Енді құрамында көрсетілген қалған 200 грамм ұнды осылай бөліп салып қамыр илеп аламыз. Достар, егер менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пирогымыздың қамыры да дайын болды. Енді оны бір үлкен және бір кіші 2 бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін формаға пергамент қағазын салып, формаға орналастырамыз. Мүмкіндік болса, осындай ашылатын жылжымалы форманы пайдаланған дұрыс. Болмаса, кәдімгі противенге де дайындай беруге болады. Бірақ міндетті түрде бортик шығару керек. Сосын 400 грамм қойылтылған сүт саламыз. Бұл да термостойкий, сапалы болуы керек. Егер сапасыз қойылтылған сүт болса, онда ол ағып кетеді, сондықтан сапалысын алғандарыңыз дұрыс. Енді кішкентай қамырымызды осылай жайып аламыз. Сосын бетіне орналастырып, шет-шеттерін біріктіріп шығамыз. Пирогты 180 градуста қызып тұрған пешке салып, 35 минут пісіреміз. Мен осы қойылтылған сүтті пайдаландым. Идеально подходит для приготовления крема, тортов и пирожных деп жазылған. Енді пирогты аламыз дайын болғаннан кейін, бірақ міндетті түрде суытып барып формадан босатқандарыңыз дұрыс. Қалауыңызша бетін сәндеуіңізге болады. Жаңағы қойылтылған сүтті ыстық суға салып, мен кішкене ерітіп алдым. Сосын бетіне осылай өрнектеп шығамыз, қазір көрсетемін видеода. Енді ол жағы өзіңіздің фантазияңызға байланысты, қалай әсемдесеңіздер де болады. Үгітілген кокос жаңқасымен осылай сәндеп шықтым. Жер жаңғақпен де сәндеуге болады, жаңғақтармен кез келген. Енді ол жағы өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Пирог өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Қазір кесіп қараймыз. Арасы карамельный болып, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Егер дайындап жатсаңыздар, ас болсын.